халықтың өзіндік салт санасы, елдік рухы, алдымен оның тілінде таңбаланады. Тілдің мемлекеттік мәртебесін нығайтудың қазіргі таңдағы басты мүмкіндігі оның танымдық қызметін ашу, сол арқылы ұлттық құндылықтарды көрсету. Тұмарша ою-өрнегі үшбұрыш болып келетін тылсым күші бар әрі сұлулық үшін тағылатын әшекей. Әдетте тұмар тіл көзден сақтау үшін тағылады. Келесі зергерлік бұйымның бір түрі қыз-келіншектер шаштарының ұшына тағатын шаштеңге, шолпы, шашпау деп аталатын әшекейлер. Шаштеңгелер мен шолпылар көп жағдайда әсем шиыршықталған күміс үзбе бауларға бекітілген 9 теңгеден тұрады. 9 қазақ ұғымында киелі сандарының бірі. Ол бір-бірімен ұзыннан ұзақ жалғасып шаштың ұшына дейін бірге өріледі. Шаштың ұшында салбырап тұрған әшекейлер қыз жүрісіне үн қосып, әсем әуен шығарады. Білезік. Әйел әшекейлерінің ішінде ертеден келе жатқан және күні бүгінге дейін кең қолданылатын әсемдік бұйым білезік. Білезік сыңар қолға да, қос қолға да тағыла береді. Оның бірнеше бөлшектен құрап та, сом темірден тұтас құйып та, жұмыр етіп те жасайды. Сондай-ақ ашпалы жаппалы түрде болады. Соған орай оларды сом білезік, жұмыр білезік, қарта білезік, қақпақ білезік, сағат білезік деп әртүрлі деп атайды. Олардың ішінде алтын, күміс, нәзік шыншылармен шымдалып жалғасып жататын бірнеше жүзігі бар білезіктер де кездеседі. Зергерлер білезіктерге неше түрлі өрнектер салып, тас қондырып, қарала жүргізіп, зерлеп, сымдарды ширата дәнекерлеп әсемдеген. Әйелдердің саусақтарына тағылатын зергерлік бұйымдарды жүзік немесе сақина деп атайды. Сақиналар ғұрыптық дәстүрде негізінен үйлену салты негізінде қолданылады. Ұзатылған қыздарға нәзік жасалған құсмұрын жүзік лайықты. Ал үлкен көз орнатып, ауқымдетіп соғылған салмақты жүзіктерді құдағи жүзік деп атады. Жасы ұлғайған әйелдер әсіресе жиын тойларда әр саусағына бірнеше жүзікті қабаттап тағатын болған.